Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тез ғана дайын болатын осындай керемет печеньелер пісіретін боламыз. Құрамына небәрі бір ғана жұмыртқаның ағын пайдаланып, өте жылдам дайын болады және қолжетімді заттардан тұрады. Видеомды толықтай қарап, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттар: ұн, қант ұнтағы, қопсытқыш ванилин, бір жұмыртқаның ағы және бөлме температурасындағы сары май. Шұңғыл ыдысымызды алып, жұмыртқамыздың ағын салып, үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Сіздер миксер болмаса, венчиктің көмегіменен жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Оның үстінен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кетемін достар. Сол жерден көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Міне осындай қоймалжың масса дайын болды. Бір шетке қалдырып, енді құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ұнымызды аламыз, қопсытқышымызды саламыз және ванилин салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Дайын болған құрғақ заттарымыздың үстіне алдын ала дайындап қойған массамызды салып, жақсылап араластырып қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз жұмсақ қамыр болып шығуы тиіс. Достар, менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер міндетті түрде. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын және арнамда көптеген қолжетімді заттардан тұратын рецепттер бар. Міне осындай өте жұмсақ қамыр дайын болды. Масса. Осындай кондитер мешогын алып, насадкамды салып алдым алдын ала дайындап. Осы насадканың көмегімен әртүрлі формалардағы печеньелер салып шығатын боламын. Сіздер жай қасықпенен қойып шықсаңыздар да болады. Противенімізді дайындап аламыз. Үстіне пергамент қағазын төсеп, осы уақытта пештеріңізді 170 градусқа қосып қойыңыздар. Бұлай жасау міндетті емес. Жай қасықпенен қойып шықсаңыздар да бола береді. Барлығын осылай қойып шықтым. Дайын болған тестамызды 15 минутта қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Дәл осылай өздеріңіз көріп тұрғандай арасы толықтай піседі және міне астыда барлығы әдемі болып піседі. Өте дәмді болып шығады. Мен әдемілік үшін осылай шоколадпенен бетін безендіріп шықтым. Бұл міндетті емес. Өте жылдам дайын болады және қолжетімді заттардан тұрады. Өздеріңіз көріп тұрғандай міндетті түрде жасап көріңіздер және менің видеом ұнаса, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.